Сен күннен күнге қызып бара жатсың шаруаға. Күннен күнге ерте тұрып, күннен күнге кәдімгідей қызып бара жатсың. Мінекей дала қараңғы көрдіңіздер ме? Күлкен ерте тұрып алған сізге. үйде нан жоқ. Айқайлап жүрген нан жоқ. Нан қайда? Сосын екен таң атпай тұра сала нанға кірісіп кеткен. Сосын дрожжи кетті, нан едейін десем. Сосын андай без дрожжевой бірдеңе пісіріп қарайын деп жатырмын, шашасың шайға. Сәттілік, тәтті шықсын. Тәтті шығады сен пісіргенің бірақ та. Бауырсақ пісірейін деп жатсың сен. Сол без дрожжевой ғой. У нас первый снег. Первый мен алдында жауған жоқ па? Жайлап ұшқындап жауды ғой? Бұл кәдімгідей қар болған жоқ. Еш алғар. Мен мына менімен ойнағысы келіп тұр. Мыналар қазір жерге жатқызып домалатып алып қарап тастайын ба? Істей алмайсың. Алдағы кеттік па? Қазір Гүлекенге қарлаймыз. Гүлекен. Гүлекенге тоқта енді не қашып батсын енді. Қазір бетіне қар жағамыз Гүлекеннің. Бұл жаққа не? Жақпайсың. Қолмен түсіп жүрді. Қарлас ойнаймыз ба Гүлекен? Құрдасың ба, құрдасың боласың, ойнағым келіп Мә, саған алып тұр. Өзі бастап. Қол бағып шықтың ба? Ой, молодец деймін, менің қамды ойлап жүретін осы ғой, осы адам ғой негізі. Ал әйелдеріңізді бағалаңыздар, ардақтаңыздар, құрметтеңіздер, достар. Енді ерім жерде айтпасын, мен шын айтып жатырмын ғой. Деп тұр ма зақтым, шын айтып жатырмын. көріп қалдың ба? Сөйтіңіздер, шын айтып жатырмын, шын айтамын. Жана сөйтін көрдің ба, осы адам маған қолба қалып шығып жатыр. Мұнда бөлек қойып қойдық қой. Бүгін Гүлекеннің жұмысы мына жердің қарын тазалау, мына жақта шөптің арқасында қарларды тазалау. Бүгін бәрін тазалайды Гүлекен ал. Тумаған ба әйтеуір? Енді шықсын тиме. Бұл тінтек қой болып тұр ғой. Бұл деген қарны қампи болғанмен тінтек қой. Бұл деген андай ғой, бәрін біледі бұл деген. Ананың бәрінің мамасы екен. Қойлардың бәрін. Осы айттым ғой, да? Мына жердің ключі қайда? Жерде екен. Опа, мына жер дұрыстап ключі кірсу керек, ілжібіш. Бір қолмен нете алмай жатырмын. Опа. Гүлекен ана шөптің ішінен бастап қар жеусеш. Мен тазалайын ба, сен тазалайсың. Сонда да шөп ана су болады ғой. Шөп су болса жемейді. Дегенде білесің ба? Жемей аламан. Ана жерді ашып берейін, сен ашуға ерініп тұрсың, мен біліп тұрмын ғой. Сен неге оның ішіне кірмей тұрғаныңды? Ана жерден ашуға ерініп тұр ғой. Осы жерден бастап ал, бетін қарын алсаң болды. Кішкене болса тазарсын да, ана шөп су болып қалса жемей қалады. Мен жасайын ба, Гүлекен? Күн күшті болып тұр екен, иә? Мен жасайыншы? Жоқ. Гүлекен өзі жақсы көреді өйстіп жасағанда. Себебі ана қимылдайды ғой. Қимылдайды, арықтайды. Маған қозғалтпайды, көрдің бе? Ол деген андай жақсы көріп, кайфовать етіп жүріп жасайды да ондайлар. Да, Гүлекен солай ма? Шын айтып отырмын ба? Шын айтып отырмын, көрдің бе? Не, болдың ба? Мына жауайын ба? Алақандай жер ғой. Зато Гүлекенге зарядка болады, физзарядка. Ажақтан бастап олжай, что мына жерде қалып қойды ғой. Бәрі су болады ертең. Оған ба? Бесе. Сосын тәшкіменен салып бер, мен апарып тастайын, иә? Жақта әкешім де бар. Қораға келсек бәріміз бір келеміз ғой, семьямызбен. Бәріміз бір келеміз деймін бе, қораға келсек семьямызбен деймін де. Ата бар, әже бар, ертең әже келеді қой туғасын. Бақылық барады, қыздарым келетін еді. Алайды, сен күріш іштеп отыр маған ата. Мен ғой бермей аттан. Шынымен де маған берші екен. Жоқ, халықтан ұят қой дейді, ата айтады. Ата айтады маған, сен күре халықтан ұят қой, еліңе сатып қойған дейді. Еще видеоға түсіріп жатсың өзің дейді. Енді бермей жатыр деп айтып жатырмын, ата маған Гүлекен күректі бермей жатыр деп айтып жатырмын. Бермейтін істейін енді. Ана өзі үшін жасайды ол деген, ана физзарядка жасау үшін, арықтау үшін. Маған жанашып жасатпай жатыр дейсің бе? Маған қазір мына ауырын жасатады ғой, мынаған салып берді үйіп-төгіп, сосын төгіп келейін деп тұр. Қалған андайды күшті терлететін жұмысты өз жасап тұр. Шөпті Гүлекен өз салғысы келіп тұр, бәрін өз жасағысы келіп тұр. Ойымдамаңыз.
Сыртқа? Далаға ма? Ал, мейлі, өзің білесің ата. Дұрыс айтасың. Бәлтік. Есік алдына бағып тұр екен. Кең жерге жүргісі келеді бұларды, да? Кәлка, есік ташай аңды шығарайын. Бұлар кірейініп тұрған сияқты. Күлеген мештетпей ме екен? Опа. Ал. Міне, шығардым. Ана шөптен нағып жемейді екен, мыналар мына жері ашық тұр ғой. Бұдан тартып қалып нағып үңгіп тастамайды екен. Жем іздеп жүр, мына жем тұратын жерді біледі бұлар. Ішінен біледі деймін, да? Жарықтықтар. Мынаны да ішін тазалау керек екен Гүліке, да? Тазалайық па әлде мына жер көң болып қалай берсін бе? Көң болып тұрсын тұрмын. Сөйтейік па? Сылқып атқан жоқ қой да, әйтеуір, да? Құлыққа деген сөз, құлықтар бар ішінде. Өзі топырақ салу керек шығар, көң салған. Көң салған. Көң салайық па? Жақсы, түсіндім ата. Мына бұқтар құнақтап түсіпті, мыналар нағып бүйен демей тұр. Үйіп түсіпті мына жерге. Мына күшті әдемі көң болайын тұр. Кәмбит сияқты екен, а? Гүліке мына қараш, икра сияқты. Гүлікең бірталай жұмыс сызып бітіріп тапты. Молодец. Мына жерде қой кіріп таптамай тұрып, тазалап атқандағысы өзінше. Қой кіріп таптапсаса, мына жер шылқып, еріп су болады асты. Мен Гүлікең жинап қойған бір тәскісін төгіп келдім негізінде. Мен жұмыс жасағандарымды олар көрсетпейді ғой Гүлікең деген. Мен жасағанда түсірмейді, түсіретін адам жоқ, қойшы өзін түсірші деп қасады. Гүлікең барлық жұмысын көрсетіп жатырмын. Гүліке? Көз тиеді саған. Көз тиеді дейді, мінекей осындай болу керек әйел деген. Көз тиеді саған, сосын күйеуіне жұмыс жасатып қойды деп жүр адамдар. Ой, қатады Гүлікең ба? Мазақ қылып тұрсың ба, шын айтып тұрсың ба? Прикол ұстап тұрсың ба? Шын айтып тұрмын. Прикол деген не ол? Білмеймін, сол бір айтады ғой, прикол ма деп сол сұрақ атқан ба? тұра тұрыңдар дедім ғой сендерге. Аналар кіргісі келіп жүр ана жерге. Шөпке кіргісі келіп жүр ғой Гүліке. Мына орындарынан береміз ғой. Тұра тұрыңдар шүш. Ал мен мынаны қазір төгіп келейін енді. Гүліке толтырасың ба? Мына жерде де салып жібер. Сосын төгіп келейін мен. Аямай толтырайын, да? Баратауа бір төгіп келсесін. Жақсы, толтыр, аямат. Үстіне сал, астына сал тағы да. Сау атқан астынан түсіп жатыр ғой, тесік тәшкін. Тесік емес қайсы түсіп жатқан жоқ, іште міне нормально бәрі. Ой, сен керемет адамсың ғой негізі. Просто көрінбей жүр. Арбасын төгіп келейін деп жатыр. Ауыр ма негізі? Қойшы шынымды айтшы. Ауыр ма негізі? Қайда ауыр? Жеп-жеңе қар деген ауыр бола ма? Қайдан білейін? Сен күшейін отқанға. Қар деген жеп-жеңе ма? Андай деп білесің ба? Иә. Бір келе темір ауыр ма, бір келе мақта ауыр ма? Соны айтшы. Екеу бірдей ғой. Қалай білесің? Бір келе темір, дұрыс айтқан жоқ, саған білдіртіп қойдың да. Сол сияқты қар деген үлкен болғанмен жеңіл бар. Иә, артына ары қарай бармай ақ қойын, төгіп жатсың ғой. Көрсетіп қойдың ғой, дайды. Иә, төгіп жатсың. Жасатқан көрсетіп қойып өсті. Хо-хо-хо. Қалай екен дейсің? Кетті. Ана жер дұрыс түспей қалыпты. Қай жер? Ана қора даладан воротасы ашық тұр ғой. Қойлар шығып кеткен жоқ па деп жатқаным ғой. Қойлар шығып кеткен, қойлар өздері шығып кеткен шығар, ата бар. Шөп салып тасташы, біратала шөп салып тасташы, сосын. Мен салайын ба шөптіні? Онда мен салып тастайын. Жоқ, салды сен саламын. Жоқ, мен салайын, мен қимылдағым келіп Мен салайыншы. Шешім тастап едім. Мен салайын ба? Тоңып батсың ба? Хитрісің бар, тек тоңып баратқанда өзі нету үшін. Куртка мына жерде тұр. Аш, тек тоңып баратқанда мен салайыншы, айырға жабысып. Ал сала ғой. Қойлар жоқта жасап ол жейші, рақаттанып. Мына бетіндегі шөптің бетіндегі мыналар. Тазалап бет-бет істеп жүр, қопар жүрсің ғой. Білесің ғой өзің Гүлікем. Ол емес кәдімгі қопар жүр, қорықпай, былай да бұлағайлап. Астын үстіне шығарып. Неге желінетін шөп қана. Сонда мына жаққа қамап тастадық қой басқа ораға. Сосын желінбей қалған ғой, да? Келеді ғой, даланың шөбін жеп жатқан шығар. Далада есікті алдында өсіп тұрған бірдемелер бар, солар жеп жатыр деп. Оны қарап келейін мен. Ата, сен іздеп жүрсің ғой, қайда кетіп қалдың? Айттым ғой, қойларын жайып жүр мына жерге. Мына жерде мындай шөптер жейді.
жүре берсін бе, кіргіземікпе? Күтте жүре тұрсын бе? Иә, жақсы, маған айта ғой кіргізді. Далада жүр екен қойлар, есіктің алдында шөптерін жеп. Солай пока жүре тұрсын. Сен не қатты ауыр жұмыс істеп кетіпсің ғой. Палатканы қағып алмаймыз, а? Қағып? Мен айтпайсың маған. Дұрыс айтады ма екен? Достар, күшті пікірлеріңізді жазып отырыңыздар, ше достар, лайк басып. Иә? Алла разы болсын сіздерге. Мына сыпырғышпен шөптің үстін сыпырып жібересің мен де. Елекен засып енді. Палатка алмай тұрып мынаны сыпырып жіберші мен. Мә, сыпырғышын. Оппа! Елекен молодец деймін, ағашеш жасап атқан жұмысты қашеш. Айызым қанып тұр кәдімгідей. Елекен осылай жұмыс жасап атқанына. Ешік қысып жоғарыса болған. Жарықты ғой. Елекен сен негізі бұрын ондай емес сияқты едің да? Бәрін жасайды екенсің ғой. Неғын дейді, 31 жылдан бері мен білемін. Жа, сен шөпті дейді, қар дейін былай қарай сырып тастайшы жерге. Сен арасына қайттан кіргізіп жіберіп жатсың ба? Бірден болып кетті. Ағаш бар еді. Не ағаш, үстін бастыратын ба? Мама жаңа мен басыма түсіріп қалдым ғой. Бүйтіп қалдым ғой, ананы түсіргенде. Қазір алып беремін. Бұлай да алып бере аламын саған, мә. Мен де жасап атқанды көрсетіп қойын дегенім ғой, мә. Екеуіне ағашын алып бердім. Шетін бастырып қоятын ба? Зият болды да, Гүлекеңе бәрін жасатып қойғанда достар. Бірақ Гүлекең осыған мен жасайын деп тұрған. Гүлекең молодецсің ғой, болдың ба? Көтеріп олайын ба? Көтерем ғой сен, көтерейін десем. Шөп салып жатсың ба, қайтадан жерге толтырып. Көп қана шөп. Жарыр. Қайтаға дейін жейді ғой. Иә, енді жарайды. Ата, нағыл дейсің, енді не істейік? Істейтін бар ма тағы бірдемелер? Айт, кіргізейін ба, қойларды кіргізесің ба? Дар тұрасың ба, тоң қалған тұрсың ба? Тоңсаң айт, үйге кір. Иә? Иә. Әдейі ол жайылып отқан шығар, әдейі ол жайылып жүр ғана. Рахаттанып жүр ғой. Мен қарап тұрайын, кірші шөге. Тоңып қаласың ба деймін? Тоңын ұқсын ба? Үлке болдың ба? Жүр, үйге кірші енді. Мына қарды нетпей ақ қойық, тазаламай ақ қойық, әдейі ол жата берсін. Әлі қайда талай қар жоғады ғой. Да? Қой қарды тазалап тастағаннан. Көресің? Әдейі болып тұрған жоқ па. Ой, Гүлекем шашып қалды. Кремдерді шығарып алмағасына. Қарға ма? Кішкене қалыңдау болып жаусын. Ата асты жұқа оған топырақ жаусын. Қағып беретін бір адам керек. Молодец, Гүлекем деген молодец. Толықтырдың ше. Неше күн болды? Не жоқ, жұмыртқа жоқ. Қойшы, неше күннен бері жоқ па? Бар, үйге. Ой, нағашеш, сыртында немен бәрін. Жұмыс жасап, есін алып отыр. Ой, Гүлекем түсіріп жатсың ба? Жайлап сүріп тұрын, есі қалың ғой. Мен жасағандарым түсірме сен. Неге? Сен жасағандарым түсір. Істей жүр. Пока я добрая, істей берші, түсіп тұрған кезде. Тұрғанда ма? Мен қар тазалап жатырмын, жұмыс істеп жатырмын, достар, көрдіңіздер ма? Негізі айтпай жасап жатыр. Гүлекең деген еді қалды. Көріп қалды, түсіріп алыпты. Бұл нәрсені айтпақшы түсіріп жатырсың мені? Иә? Неғып түсіріп жатырсың? Басқа жұмыстарымды түсірмейсің. Қар тазалағанын түсіріп жатырсың. Қазір бос тұрғасын түсіргім келіп тұр. Шаруақтың бәрін тазалап дейсің ба? Шаруақтың бәрін тазалап дейсің ба? Жоқ, қар жата берсін деп әдемі болып тұр. Тек есіктің алдында? Конечно. Давай. Түсірмей болды. Болды енді түсірмей. Иә. Давай. Жай, болды. Жоқ. Не істелсің мақырайып? Салам етін ғой. Сатып кетейін бе не? Жоқ. Дұрыстап қалың болып киіндің бе? Сырттан езіп алған, жоқ. Үш жерден езіп алсың ба? Езін ашпай. Даладан, иә. Жемі мінекей дайын тұр. Ата дайындап қойды бәрін. Мынау далада қар жауып, жер қар болып дегендей күшті болып тұр. Сериалымыздың жалғасы
Гүлекең мінекей қыста да жатпайды үйде. Жем бере береді. Жылда шығар деп ойлап қалмаңыздар. Салқында да ерте қыс бойы осылай жүреді ғой. Амандық болса, бұйырса, Құдай қаласа. Денсаулық болсын. Денсаулық болсын Гүлеке. Иә, дұрыс айтасың. Кезіп алайын. Міне күндегіше орнына келді Гүлекең. Қалақ алып кетпеші, ана жерде қалақ бар. Қандай қалақ? Қандай езет. Былғайтын ба? Сол жерде тұрған шықпайын тұрған. Сол ма? Қардың астында. Ана бетін қарын бүйтіп қырып жібермедің бе? Давай ал тездік. Мына біреу ма осы? Осында мына құттай табаққан сала қоясың да? Сондан әмәлі өтті ойлайсың ба? Жем сол қазір, Көп салмашы еш жарамай ма не? Екеу салатсың сен. құттайын алып. Бірге төлейді. Жоқ, бір мөлшер қойып қойсың, или толтырып бір ал, или жартылай бір ал. Ойбай, жақсы. Демеде бір сұға тұрмады. Қаттаспашы деген сөзі ғой. Өзім білемін. Нешеу алу керек екен, алып жүрмін күнде деп. Кішкентай сал деді. Қалай? Мынадан кішкентай сал деді, новый неден. Бұл семіртетін бір не сияқты ғой, яғни қара ұн дейді ұн да. Ол таза ұн ғой. Қалай, ұн дегенде бидай дегенім қара бидай. Ал анау кебек кілең қалдықтардан жасалған жем. Су, осы кеше су бердік па Гүлеке қойға? Келмей. Күшті болып қашымала шығып отырсың. Қатты сұйық болса да жемей алып кетті. Иә, сұйық болса сорпа сияқты болып кетеді. Күшті қылып бір тәтті қылып. Мен жасайын десем жытпайсың, қалай екен, жақсы ма екен? Бірақ үйренген жұмысың ғой, күндегі күшті. Өзі жақсы көреді деймін соны, жақсы көреді, шын айтам. Түсінеді деймін, Гүлекең тілін түсінеді кәдімгідей. Андай дәлме-дәл түсінбегенмен, ымдап кішкене мимикасынан түсіне береді ғой. Жандарым, ас болсын. Сен тазылаған, таңертең тазылаған қарыңды қара, мына қайттан жауып, қайттан басып тастаған дегендей. Күрейсің ба қайттан, тазылайсың ба? Көп кірмепті ғой. Күру керек болар да, бұлшық болады. Қазір жаңбыр жауып тұрған сияқты, қар емес, жаңбыр нұр жауып тұрған. Да? Сияқты еріп жатыр. Не, сразу жаңбыр жауып отыр. Или қар жерге түскенде еріп кетіп жатыр деймін бе? Не болды? Қойларды аттарын қойған жоқсың да, ертең қозы туады ғой мыналар. Каждый қозыға ат қоясың ғой да? Ат қойып, напилить жасын. Енді үлкен бабушкасы ғой, ең үлкен бабушкасы. Иә, мына бәрін туған мынау, алдында да айттым ғой. Бәрін туған мынау, ана үлкен қойдан басқасын. Бәрін мынау туыпты. Біле ме екен, бұлар баласы екен аналарды? Біле ме, точно ма? Аналар қорғап жүр ма? Ана маңырап іздеп кетсе ғой, өліп кетсе. Жоқ, не тасылу? Жел ғой. Желден? Маңырап іздейді ма кәдімгідей? Жоқ, тынбай ма е? Мыналар да кәдімгідей еміреніп сөйте ме анаған? Көрейді әйтеуір. Жоқ, тонбай ма деген мына жаққа жабық жаққа кіргіземіз ғой, кешке. Су болып қалды үстері. Иә, жаңбыр жабық жаққа кіргіземіз. Мен же тазалаймын ба не? Тазалаймыз ғой, обязательно. Жандарым. Иә, не тек көп тұрмай прямойға кірейік. Достарымызбен сөйлесейік, әңгімелесейік. Прямойдан күшті сияқты, жақсы екен негізінде. Давай, мұнда тез етейік. Ой, эфирге кіреміз де өйіп, сразу телефон алып шығып. Сен жұмысшы сол келдің ғой, Гүлеке? Енді кірмеймін ба? Үйде де қарайсың ғой, Қайда кіріп жатсың? Тиктокқа кіріп жатсың ба? Иә. Жоқ, ютубқа. Тиктокқа кірмей тұр, ше жасамай тұр. Шырайын алады. Гүлеке ужиныңа рахмет. Манты пісірді, Гүлекең мантысы жақсы болып шықты. Әженің дайындап қойған мантысы ғой, алдын ала. Чүп дейм ме қалай? Түсіндім. Енді істейін өсіңдер. Не болды? Ben genç. Неге ақша күні? Қайда өсіңдер қыздарым? Daha karnı oynuyorlar. Kaç şahmen diyor. Ben genç. Keki. Мамаларың бірге ойнайсыңдар ма далаға? Önce жинап тастайын, сосын шам. Давай, о, күшті видео түсіретін едік. Қалай бастап кеттіңдер ме ойынды? Қызымды қаралып тастаған емессіңдер ме Жүканы? Енді отырсыз қой, басталған жоқ әлі. Гүлеке тиме, өйтіп істеме. Басталған жоқ әлі тиме. Екі қыз өзіңе жабылады қазір. Ойға жабылды. Не қар деген сразу андай қап-қат болып қалды. Еріп жатыр ғой сосын ғой. Тұр, Жүка. Отырма қарға. Дай, мамаңды қарлатсаңдар. Жабылыңдар. Мені жабылайын десем, бір қолында фонарик, бір қолында камера.
Давай. Е, Гүлкөй, сен қоя өйтпе. Жүке тұрған жерге жатпақ отырма өйтіп. Мынау адамды аямайды екен сенде. Мына камераны кім ұстайды ал? Қазір мен келем, давай ма? Мен жүге көмектесейін бе? Алка ұстайсың ба камераны? Алка кішкене ұстай тұр, ана мен жаңағы ұстап тұр. Қазір. Kızım dayamaydı. Neyse. Neyse girme. Abi oldu üzerine karlandı. Ya Ceyla ya. Ya Timi. Ya kıtırıp gittin mi? Ya kıtırıp gittin mi sen? Ne? Boldun be? Yengildin be? İlk kızım otup gitti sen.